Пері мен періште Жанболат Башар. Сүліктей жұтынған қара мәшине кеш түсе қарауытқан қалаға келіп кірді. Үлкен темір қақпа жылжып ашылып, сауыры жалт-жұлт еткен қара көлік қақпадан еніп бара жатты. Түнгі қаланың суық құшағы оны соңғы рет көзден таса қылғандай. Абыр-дабыр көп ию-қию қалаға кім келіп, кім кетпейді дейсің. Бұл да көптің бірі болар деп, көлденеңнен көз аса мән бермеген. Көліктен түскен тығыз денелі, тоқпан желіктей жас мырза жан-жағына қарамастан алдынан шығып қол қусырып есік ашқан қызметшіге бас изеп ішке өтті. Өзінің жеке меншік қонақ үйі, қай кезде келсе де есігі ашық, етегі түрік, сән мен сымбаты көз жауын алып, көңілін торғайтып тастаған. Қазірде жеке бөлмесіне жайғасқан. Мырза жуынып, шайынып сергіп қалды. Осы кезде есік қағылып, ішке өткен көмекші жігіт дастархан жайып, тамақ дайын тұрғанын айтты. Жұмсақ диванда жарты әлемнің қожасындай шалжиып жатқан Бұхан Мәлік: «Бәрі дайын болса барайын. Тұла бойым жол соқты болып құрысқан екен. Уқалаушыны шақыртайын ба?» «Әзір емес, әуелі ауқаттанып алайық», деді ол. Басын жастықтан көтерместен қалпы шаршаңқы үнмен есіней сөйлеп, қарсы алуға кімдер келгенін сұрады. «Шақыртқан адамдары түгел келді», деді жыпылдаған жас жігіт. «Не керектің бәрі әзір» деп қожасына құрақ ұшып. Мырза дастархан басына келгенде бөлмеде ешкім жоқ. Көмекші жігіт әккі тазылар сықылды. Бұған Мәлікке қарап бұйрық күткен. Мырза белгі берген болу керек. Үлкен залдың бүйірінде сырлы есік сырқысыз ашылып, ар жақтан бірнеше адам залға еніп келе жатты. Бәрі де келісті, келбетті, жүрістері маңғаз, зиялы жандар секілді. Ішке өткен бетте ақ әлгі азаматтар мырзаға жапырыла сәлем беріп: «Бұхан Мәлікұлы, аман сау келдіңіз бе? Ат көлігіңіз аман ба?» деп мұның қолын алып, «Қош көрдік» деп бәйек болысты. Амандасып болған шенділер бір сәт үнсіз мырзаның қабағын бағып, анау астанада үлкен қызметке жүрген Бұхан Мәліктің мұндайға бойы да ойы да үйренген. Қошемет көбейген сайын жөні көп, көңілі өсіп, паңданып жер баса алмай қалатын жағдайы жоқ емес. Әйтсе де, мұндай жерде ол тым әккі, кімге қалай шіренуді қапысыз меңгерген. Қазіргі сәтте де паңдана сөйлеп: «Достарым, қалайсыздар? Денсаулықтарың, жұмыстарың жақсы ма? Ешкім ренжіткен жоқ па?» деп соңғы сөзі әзілдеген болып күлімсіреп айтқаны сол еді. Қызметшілер жарыса жарқылдап: «Жоқ, Бұхан Мәлікұлы, о не дегеніңіз? Сіздің асқар таудай атағыңыздың арқасында аман сау жүріп жатырмыз. Кім бізге әй дегендей» деп жамырай сөйлеп қауқылдасып қалған. Мырзаның өз сөзін әрі қарай жалғасы келген Михаил Михайлович Каршун деген зейнеткер капитан: «Біз сізді көрген сайын өзімізге қуат аламыз. Бұл менің шын сөзім, құрметті Бұхан Мәлікұлы. Тапсырмаларыңызды тас түйін орындап, ұйымшылдықпен жүріп жатырмыз». Қолын қалтасынан алмай, оң қолын ілкі көтерген Бұхан Мәлік: «Михаил Михайловичтің осы сөзі маған ұнайды. Ұйымшылдық, ұжымдық қасиет. Егер бізге бір нәрсеге қол жеткізсек, сол ұйымшылдықтың арқасында. Бұл деген ақылды адамдарға тән мінез», деп еркінси сөйледі. «Ал енді үстел басына жайғасайық», деді ол, жиналғандарды кең дастарханға шақырып. Қонақтар Бұхан Мәліктің аузын бағып, оның әр сөзін жерге түсірмей қағып алуда. Мырза көп сөйледі. Саясат туралы ой тербеп, кәсіпкерлік хақында біраз жағдайдың бетін ашып, кем-кетікті безбенген салған ол, өз-өзімен ой құшағында отырған жергілікті биліктің басшысына көз тоқтатып: «Сіздің жағдайыңыз қалай, Таған Тайырұлы? Бәрі дұрыс па?» деп әңгімесін сүлесоқ тыңдап отырғанын сезіп қалғандай. Сол-ақ екен, елудің ішіндегі іркілдек денелі аққұба адам орнынан көтеріліп: «Бәрі ойдағыдай, Бұхан Мәлікұлы», деп сөзін соза бергенде, мырза оны бөгеп: «Отыра беріңіз,
деген рай танытып, әңгіме ауаны басқа арнаға аунатты. Бизнестің локомотиві жаңа идеялар деді. Сіздер тамақ алып отырыңыздар. Мына көзелерге құйсаңдар, даяшы ширақ неге қимылдамайсыңдар, қызмет қылыңдар деп үстелді айнала лыпылдап жүрген қыз жігіттерге қабақ шытқандай болды. Соңғы жылдары мырза мұрт қойып, сақал өсіргелі, сақал мұртын жиі сипайтын ғадет пайда болғанды. Қазіргі сәтте де иегіне тебіндеп шыққан сақалын сипап, мұртын сылап, әңгімесін әрлендіре түскен. Сондай ғажап бір идея бар менде. Әрине, оны әзірге идея деуге бола қоймас. Ертеректе ауа саудагері деген мен бір жерден оқыдым, түсінесіздер ме? Ауаны сатып ақша жасаған, ал біз деген дарияның іргесінде отырмыз. Демек қасымызда шалқып жатқан ақша, бізге су саудагері деген ұғымды неге кіргізбеске? Судың да сұрауы болса, оның саудасы да болуы тиіс. Солай емес пе? Теңіздің жағасын текке ластамай суды саудалап, теңгеге бастайтын әмбебап кәсіп көзін өркендетуді айтып отырмын, деді жиналғандарды жанарымен жағалап. Сол мезетте құтты Қытай қорғанындай алып дуалдың ішінен толқын атып шалқып жатқан ашулы ақ теңіз, шыжыған күн, қорғанның сыртында салқын суға бір сүңгісек те кезекте кезеріп тұрған мың сам адам көз алдын кес-кестей берген. Жас мырза соңғы жылдары Алакөлдің жағасына келіп қорғанмен қоршап, су саудагері деген теңіздес жобаны жүзеге асырсам деп асау қиялға бой алдырған. Отырғандар Бұхан Мәліктің ішкі ойын айқын аңғармаса да, бір керемет істің кіндігі кесілгелі тұрғанын сезінгендей. Осы кезде мұның бұралған биші қыздары залға еніп келе жатты. Су саудагері жөніндегі әсерлі әңгіме әзірге жөргекте қалып, қонақтар өнерге ден қойды. Қожайын жас өнерпаздардан көз алмай жұтына қарап, бір кезде шағын сахнаға шыққан Құралайдың лағындай сүп-сүйкімді қыздың сызылтып салған әсем ән тамылжып тұрып алғаны. Қандай ғажап! Бұған Мәліктің жүрегі елжіреді. Шыдамай тағы бір ән сұрады ол. Жас әншінің есімі Айжұлдыз екен. Бөгелместен екінші әнді де көмейінен төгілді шырқағаны. Бұған Мәлік талай әншілерді көрді, талай сұлуды құшты, дәл мынадай кінәсіз пәкті көрмепті. Көзін жұмса әлгі қыз, соның сызылған нәзік нәрлі үні құлағына құйылып, құмарын қоздырып, сыңғырлап тұрып алған. Тамағы кербесіп, соны аңсағандай көңілі лайланды. Қонақтар кеткен соң қызды бөлмесіне шақыртты Бұқан Мәлік. Бірақ қыз үйіне қайтып кеткен екен. Мұны естіген мырзаның талағы тарс айналып тулады дерсің. Бұл не деген бассыздық, менің рұқсатымсыз неге кетеді, деп көмекші жігіттің апшысын қуырды. Шынында да бұл өлкеде мұның атын естіген жан дір етпесе де елең ете қалатын. Ал Бұқан Мәлік шақырды дегенді естіген жан өкпесін қолына ұстап құстай ұшар еді. Солай болған, солай бола бермек. Мұна тойханада билейтін қайдағы бір шөп желке Бұқан Мәлік шақырғанда келмеуі не масқара? Ертең келетін болсын, деп көмекшісінің көзін шұғып ескертті. Келесі күні жетілер шамасында Айжұлдыз Бұқан Мәліктің бөлмесіне бас сұқты. Ақ дастарқан, аста төк дәмге шүбірлеген. Алаң көлеңке бөлмеде әлде бір тылсым әуем тылсықтай тербеледі. Көмекші бөлменің есігін тақылдатты. Қожайын, сұлуда келдім, сізді тосып отыр дегендей белгі берген. Ешкімді кіргізбе, өзім айтқанға дейін, мен жоқпын бұл жерде. Оқтым. Енді сұңғақ бойлы ақсары жігіт қожасының емеурін әрден сезіп, бөлменің есік терезесін көлеңкелеп, қызды ішке кіргізіп, сыртқа шығып кетті. Бұқан Мәлік үстіне әсерлі әтірін сеуіп, шашын тарап, қыз отырған бөлмеге өтті.
Әп сәттен басқан сақал мұрты ақ жақты, өңіне жарасып, парасат лебі есіп тұрғандай. Тағатыстана тосып отырған ару, атағы жер жанған азаматты бетпе-бет көргенде, орнынан ұшып тұрып, сасқалақтап, айтарға сөз таппай қиқақтады. Елдің жайын, халықтың қамын ойлап, күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей жүрген азамат ағаның өзі қайдағы бір әнші қызды? Арнайы шақырғанша жүрексініп келген жас қыз қарсы алдында тұрған атақты адамның абыройына шыдамай, суықтан қалтарғанда торғайдай бүрсең қақты. Сөйтсе, ардақты азамат биязы, аса мейірімді, ерекше қарапайым, ілтипаты мол жан екен. Сенің атың қандай ғажап, Айжұлдыз. Мен мұндай есімді сірә еш жерден кездестірмедім. Көрсе көз доятын көркем екенсің. Үстелге жақын отыр. Мен сенімен аздаған әңгімем бар. Көп бөгелмеймін, кешір қалқам. Қайда оқисың, соны білгім келеді. Сен секілді талантты әншілер далада шашылып жатқан жоқ, деп даусы құбылып күлімсірей сөйледі. Қарсы болмасаң, талантыңның ашылуына көмектескім келеді. Осылай деді де, қызға ақ қайнардан сызылтып құйды. Өзі аздап коньяк алды. Әке шешең бар ма, Айжұлдыз? Деді ол сөз арасында. Иә аға, бар. Кім деген кісілер? Бәлкім танитын болар. Ол тағы да қыздың алдындағы көзеге жүзім шырынын құйып жатты. Әкемнің аты Бекторы, анам Майра, ауылда тұрады. Өздерінің шаруа қожалықтары бар. О, жақсы екен, ол да жетістік. Кәсіпті дөңгелету деген ақылды адамдардың ісі. Ол кісілердің сенен басқа балалары бар ма? Бауырым және кішкентай сіңілім бар. Бәрі ауылда, деді ұяңдауымен. Тіс қаққан бұқан Мәлік қыздың әке-шешесінің жағдайын сұрап жатқаны Айжұлдыздың жүрегін жылытып, көңілін билеп алған соң, соны сезген сайын бұқаңның әукесі түсіп, көзі жанып барады. Жақсы қыз жақсы ағаның жат қылығын тез түсініп, торға түскен торғайдай тыпыршыды. Әсіресе бұқан Мәлік өзінің қандай әдемісің деп әзілдеген болып, иығынан қапсыра ұстап бауырына тартқан кезде Айжұлдыздың төбесіне түйген тоқпақтай бұрымы тарқатылып, қыздың өкшесіне түсті. Бұрын соңды мұншалық ұзын бұрымды көрмеген бұқан Мәлік мына ғажапқа қайран қалып, керемет сүйсінді. Қыздың ұзын бұрымын сипап, мә, сірә ғашық болдым, өлерде ғашық болармын, шашыңа, көзіңе, әніңе деп, жас қызға ес жиғызбай тік көтеріп алған беті бөлменің ортасында дөңгеле билеп, түккі бөлмеге кіріп кетті. Айжұлдыз қалай болғанын білмей қалды. Тегеурінді құшақтап құтылғысы келіп, құлын денесі бұлқынып, баулыға ышқынды. Бәрі кешеді. Тағдырдың талқандаған нәлет түн ғана үнсіз түнеруде. Сол күні Айжұлдыз бұқан Мәліктің бөлмесінен таң бозында шықты. Есеңгіреп шықты. Тұла бойын су тамтығы жоқ. Құрт жеп, сүлік сорып тастағандай бозарып, өзінен өзі жеркеніп, ұшынып шықты. Осының бәріне мына селсоңдаған бұрымым кінәлі секілді. Осыншама жыл баптап, өбектеп өсірген білектей қос бұрымды жатақханаға келісімен түбімен алды да отап тастады. Сосын солқылдап көз жасына ерік берген. Бұрымы құрсын, бұрымының зорығысында ары тапталдым. Қайдағы бір сүмелекке қор болды. Көкірегін оттай өкінішпен қорлық қарып, жаны жылап жатты. Айжұлдыздың азапты күндері осылай басталды. Алғашқыда ол өзін асып өлтірмек болды. Дәті жетпеді. Ауылдағы ата-анасын ойлаған сайын жаны күйзеліп, өзін қоярға жер таппай, іштей арпалысумен болды. Апталар сырғып, араға айлар түсті. Әзәзіл түннің белгісіндей құрсағына біткен шарананы көтерген Айжұлдыз бейтаныс қалада ел бетіне көріне алмай шерменде қалге де күй кешіп жатты. Іші біліне бастаған кезде Айжұлдыз оқуға баруды доғарды. Құрбыларының сен қыз семіріп барасың ғой дегенінен қорқып пәтер жалдап жатақханадан кетіп қалған.
Анда-санда телефоннан шалған әке-шешесі қыздарының жақсы жағдайы дегеніне мәз. Көзінен жас, көңілінен уайым кетпеген Айжұлдыз тағдырының ауыр азабын арқалап, айы күні толғанда ауруханаға түсті. Босанды, бірақ баладан бас тартты. Есімін Гүлсен деп қойсаңдар екен, деген 3 бұл қат қалдырып, өзі із-түзсіз кетті. Арада қанша уақыт өткені белгісіз. Бір күні Айжұлдыздың ағашқа асылып қалған өлі денесі баяғы зорлық көрген қонақ үйдің ауласынан табылды. Қылмыс болған жерде жедел жеткен органның адамдары оңды-солды зерттеп, кім көрді, қашан көрді деп, көрген білгендерді тергеп бақты. Біреу асып өлтірді ме, өзін-өзімге өлімге қиды ма, деген бүйірден қадалған төтен сұраққа жауап ізделді. Сараптама жасалды. Ақыры тапты. Ғасырдың деті, жастардың жауы суицид екен. Мұны естіген ел есеңгіріп қалды. Суицид дегенге достары сене алмады. Өрімде өнерді өлімге қалай қиярсың? Жатақханада неге кетіп қалды? Біз неге оның жағдайын білмедік деп, жақын жуықтары өкініштен ақырды. Тосын хабарды естіген қыздың ата-анасы Бекторы мен Майра қайғыдан қан жұтып зарлап, суицид деген не сұмдық деп, қыздарының мұндай қадамға біреу мәжбүрлемесе, өздігінен бармасын айтып, құзырды орындарға шағымданып, шырмалған дүниеден шындық таба алмады. Қыздардың өлдіге қимай, аңыраған ата-ана қайғының күйігін тартып қала берді.